Қазақстандық шоу-бизнестегі жарасымды жұптардың бірі Айқын Төлепберген мен Жұлдыз Өмірғали таныстықтарына 5 жыл толуына орай бала-шағасымен шетел асып кеткен. Өнер иелері атаулы күнді отбасымен Мысыр елінде тойлауды жөн көрген. Айқын Төлепберген мен Жұлдыз Өмірғали өмірлеріндегі ерекше күнді қос перзентімен бірге атап өтті. Жұлдызды жанұя Шарм-эль-Шейх қалашығындағы аса қымбат қонақ үйлердің бірінде тоқтаған. Ерлі-зайыптылар күнделікті теңізге шомылып, Мысырдың таңғажайып жерлерін аралап жүр. Өнер жұлдыздарының демалысы аса белсенді қарқынмен өтуде. Олар тіпті TikTok видеолар түсіріп, көпшілікке жаттығу қалай жасайтындарын көрсетті. Қос әнші демалыстағы бейне жазбаларын Instagram парақшаларында жариялап жатыр. Айқын мен Жұлдыз туристік жолдамасы бойынша күні кеше елге оралу керек болған. Алайда жұбайларға Мысырдағы демалысы қатты ұнап қалған соншалық, олар тағы 3 күнге қалуды ұйғарған. Желі қолданушылары Жұлдызды жанұяға жақсы демалыс тілеп, пандемия кезінде барынша сақтанып жүруін сұрауда. Әншілердің жанкүйерлері олар үшін асқан алаңдаушылық танытып жатыр. Елге аман-есен оралыңыздар. Керемет естен кетпес демалыс болсын. Жақсы эмоциямен келіңіздер. Демалыспен пандемия ешқайда кеткен жоқ, сақтанып жүргейсіздер, деп жазуда желідегілер.